Привет всем. Да ладно. Бәріне сәлем достар. Бүгін бізде влогты бастаймыз. Яғни біздің карантинде күнімізді қалай өтетінін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Так, дала бізде бүгін там ыстық болып тұр, күшті, прям жаз сияқты. Жарышты далаға шығуға болмайды. Сағат 2-ден 44 кетті. Енді біз таңғы ас ішіп болдық. Енді сабақтан дейміз. Biz үй жұмысын жасап... Үй жұмысын жасап болдық. Ал енді бізде қазір уборка болады. Сіздермен бірге уборка жасаймыз. Но жаңда жасамайды ештеңе. Қазір мен өзім істеймін. Уборка жасаймыз, және де өздеріңіздің үй жинаған кезде өздеріңіздің сүйікті музыкаларыңызды қойып қойсаңыздар болады. Қазір мен өзімнің сүйікті музыкамды қойып, сіздермен бірге үйді жинайтын боламыз.
Сағат бізде 5:30 болып қалды. Мен уже уборканы біттім. Қазір енді видео түсіретін шығармыз, қазір көреміз. Так, біз мына жерде жаңа мына фонға типа сұрақ жауап видеосы түсіріп болдық. Ол видео осыдан бұрын шығатын шығар, наверное. Жаңа сенерді ішіп пісіп доп ойнап жүрді. Ой-ой-ой. Ташкая, тикет. Қалай закажамыз деп топпенамыз. Что-то она же так күн түсіп тұр да? Жабылайықшы. Ой. Осылай. Мына күн түсіп тұр. Кішкене қал. Осылай болды. Болды, иә? Қараңыздар, жанысыға бой болады. Жанысынан тиізен қаздалды. Так, бізде уже кешкі сағат 9 болды. Уже енді ғана қараңғы жатыр, қарасаңыздар. Сәлем достар, бүгін 21 сәуір. Біз влог жалғастырамыз. Бізде бүгін дала вообще күшті болып тұр. Ыстық еще. Достар, біз сабақ орындап болдық. Енді не істейміз? Қазір біз сіздермен челлендж орындайтын боламыз. Яғни челлендж деген чем заняться сегодня деген. Яғни, тұташ. Неге мына жерде чем заняться сегодня деген бүгінге тапсырма орындаймыз біз. Жандос екеуміз бір-бірден таңдайтын боламыз. Ол жерде 3 тапсырмадан мінекей. Қазір Чем заняться сегодня? Посмотреть сериал, приготовить что-нибудь и поиграть в игры с семьей. Я Жансқа 3 тапсырма түсті. Уже мінекей қарап алыңыздар. Жанс скриншот жасашы. Байынан бас астындағы кнопканы. Ал енді мен почитать книгу, сделать масочку для лица, составить список желаний дейді осындай тапсырмалар менде. Ал енді қазір істеуге кірісеміз. Тапсырманы Жандос бастайды орындап, одан кейін мен. Қазір Жанста біріншіде бізде 3 тапсырманың біріншісінде бізде бір фильм қарау болатын. Қазір Жандос қарап бастайды деп отыр, иә. Қандай кино көреміз, Жандос? То есть көресің? Ну, мен кеше Рио 1-ді көргем, енді бүгін Рио 2-ны көрем. Тапсырмамды біттім, енді екінші тапсырмаға көшемін. Мен екінші тапсырмам, маған бір нәрсе істеу керек болды, бір тамақ па. Мен жұмысқа қорамды шештім. Қарным ашып. Бір нәрсе қосу керек. Жандос тамақ жасауға кірісіп жатыр, типа. Картофел. Жандос, не қосамыз? Магманы. Майсын қосақ па? Міне. Что за сосущий картофель? Ұрыс. Мінекей мен екінші тапсырмам орындалды. Бір нәрсе пісіру, мен пісірдім. Бізде тапсырманы орындап болды. Тек соңғысы ғана қалды, оны бізде кешке орындайтын боламыз, барлығымыз бірге. Ал қазір мен тапсырмамды орындап бастайын. Бірінші тапсырмада менде кітап оқу болатын. Яғни қазір мен «Виноваты звездыды» оқитын боламын. Мен 6-шы неге келдім уже тарауға. Қазір менде бүгінге планға осы 6 мен 7-ні оқу.
Birinchi topshirmam o'rnaldi. Benim ikinci topshirmamda bizde maskочка istеу керек болатын бетке. Ал менде маска жоқ. Мен бетке вообще маска қолданбаймын. Сол үшін біз қазір үйде қолдан не істеп көреміз. Яғни мен интернеттен қарадым. Жұмыртқаның биолог бар ғой, аға, вот мінекей. Осыны кесе құя аламыз. Одан кейін бізге салфетка қажет болады. Ал салфеткамен біз Мінекей бірінші салфетканы осылай не істеп аламыз. Бөліп. Одан кейін ананы батырамыз. Енді бұны мұрныма жабыстырамыз қазір. Тұта болды өшір. Иә болды. Короче, вот. Маскың жақ болды екен. Нағараныздар менде. Көрсетік жақында. Әже дұрыс болмады мен қазір көрсетіп. Иә, дұрыс болған. Осылай. Достар, вот менің маскам бычыт болдындай. Сонда да біз бұны 10 минут ұстап тұрамыз, где-то. Сосын болды. Менің тапсырмам орындалды. Менің соңғы тапсырмам бойынша менде список желаний жазып болатын. Мен уже жазып қойдым, бірақ оны көрсетуге болмайды. Вот. Енді тек Жанустың тапсырмасы қалды, соңғысы. Ал мен тапсырмамды біттім. Так, бізде уже сағат 3-тен 7 кетті. Вот, көрді. Ал мен қазір кешегі сұрақ-жауап видеосын монтаждап бастаймын. Және де ол видео бүгін шығады, яғни бүгін сағат 6-да салатын шығармыз, наверное, каналға. Вот, кешегі видео. Чисто кадры. Неудачные кадры. Так, бізде ана жақта визуал уже несеп болды. Форматын ауыстырып неке качествосы уже. Қазір енді монтаждап саламыз. Сағат уже бізде 4-тен 16 кетті. Мен негізі 6-да салам деген видеоны қазір көреміз үлгерсек енді. Так, Жанус не істеп жатыр екен мына жақта. Жанус не істеп жатсың? Қандай мультик көресің? Көрейінші? Рион үшінші бұл екі? Мен үшінші тапсырмам ойын ойнау. Я, бізде ойын ойнап болатын, уже үшінші орындап отыр. Бесеу. 1, 2, 3, 4, 5. Семьямызда ойнап отыр, мамам мына жақта. Путешествие, короче, осы сәт аламын мен. Короче, монополия. Сондай. Мировой. Бұл мировой монополия. Мен сатып аламын. Жерде карточкалар бар. Біз ана нелердің орнына, адамдардың орнына бір жануарлар қойдық. 200. Мам мына жақтан негізі кассир болып отыр. Так, қандай жер? Камбера. Типа сондай. Сатып аласың ба? Қараңыз, Арманның ақшаларына менде крем 1 теңгелікте. Карантинда бұл сағаттарыңызды қалай өткізуді білмесеңіздер, бізде ондай видео бар уже. Там карантинда қалай өткізуге болады уақытта деген сол видеоны ссылкаға қалдырып кетемін. Сау болыңыздар.